Диагнозды анықтап, стадиясын, қайдан шыққан, қай органы зиян шектірген айтатын болса, біз соны дәрі істеу арқылы емдеуге, көмектесуге атсалысып жатырық. Бірақ енді қатерлі ісікпен зиян салыстырғанда оның зиян төмендеу деп есеппен сол сәулемен емдейді. Ауру астан дейді қазақ. Сонда бұл сәби балаларда болса, басы қайдан басталады? Қазақстанда барлық жусан түрлерін қамтуға тырыстық. Соның ішінен бір тапқанымыз осы майқара жусан. Осы шайдың да атын үміт деп қоюымыз. Өздеріңіз білесіздер, жан-жақты іздестірді. Сіздердің достарыңыз осындай бір бізге ақыл кеңес үміт деп қойдық. Осыны ішіңіздер, қолданыңыздар, кеңес береміз. Көптеген адамдармен әңгімелескен кезде, осы сен қатерлі ісігінің шалдықтығын деген кезде көбісі өзін жіберіп қояды. Бір хадис бар. Қандай да бір дерт болса, оның міндетті түрде шипасы емі бар. Дәрігерлер де олар өздерінің алған білімдерін аямай осы жолда сарып етіп күресіп жатыр. Біз де өз тарапымыздан осы медициналық жоғары біліміміз болған себебінен, фармацевтикалық соның ішінде дәрі жасау маманы болғаннан кейін осы дәріні іздеп шықтық. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман. Бүгінгі подкаст ерекше, себебі қоғамда өте өзекті тақырыптардың бірін айтқалы отырмыз. Өмір үшін әңгіме болады. Бүгінгі қонағымыз өздеріңіз жақсы білетін Асқар Болатұлы, тәжірибелі фармацевт және дәрі жасау ісінің білікті маманы, және де үміт шипалы шөп шайының авторы, негізін қалаушы. Қош келдіңіз, Асқар аға. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте жақсы. Бүгінгі жаңа қозғалатын тақырып жаңа айттыңыз. Тақырып өте жауапты, және де қоғамда емес әлемде деуге болады. Қазіргі таңда өте қатты таралып жатқан соңғы жылдары. Біреулер жаман ауру дейді, біреулер рак ауру дейді, онкологиялық ауру дейді. Осы тақырыпты қозғағымыз келіп тұр. Сондықтан алғашқы сұраққа, неге бұл ауру соңғы жылдары тез таралып кетті? Құрметті көрермендер, енді ол жаңағы айтқан неше түрлі атпен белгілі қатерлі ісік ауруы енді соңғы кезде әлем бойынша миллиондаған адамдардың ең бірінші проблема, мәселе болып кетті. Оның етек жайып кету себебі қоғамдағы зиянды әдеттер, экологиялық апаттар, тамақтану, көптеген себептері бар. Бірақ осы себептердің себебінен ағзада пайда болған ауруларды қоздырғыш вирустардың есебінен осындай онкологиялық ісік ауруына айналады. Оның бір біздер зерттеу жолында неге осы ауру етек жайып кетті, неге көбейіп кетті, неге осы ауру қайдан шығады деген сұрақтар, ол барлық әлемдегі осы онкологияға қарсы күресіп жүрген ғалымдардың бірінші сұрағы осы. Медицинада мындай түсінік бар, этиология деген шығу себебі. Қандай да бір ауруды емдеу керек болса, ең бірінші оның шығу себебін анықтауымыз керек. Осы қатерлі ісікте мыңдаған себептерді айтады. Соның көбісі емдеу процесінде нәтиже бермей жатыр. Бұл енді көп емдеу процестерінің дұрыс емес жолда екенін дәлелдеп тұр. Біздер соңғы кезде осы Қазақстанда бір топ мамандар, соның ішінде провизор фармацевттеріміз, біздер енді емдеуші онколог дәрігерлер, олар жаңа диагнозды анықтап, стадиясын, қайдан шыққан, қай органы зиян шектірген айтатын болса, біз соны дәрі істеу арқылы емдеуге, көмектесуге атсалысып жатырық. Енді қазір әлемде осы қатерлі ісікті емдейтін 3 жолы бар. Бірінші жаңа хирургиялық жолмен ісікті кесіп алып тастау, екінші радиациялық сәулемен атқылау. Ол жаңа бета, гамма лучтар дейді. Ол енді өте зиянды организмге, бірақ енді қатерлі ісікпен зиян салыстырғанда оның зиян төмендеу деп есеппен сол сәулемен емдейді. Ол Қазақстанда да бар ғой? Барлық жерде бар. Үшінші емдеу химиотерапия дейді. Ол организмге химиялық жолмен, синтезбен алынған раковый клеткалерді өлтіруге деп арналған препараттарды енгізу, жаңа таблетка түрінде, инъекциялық жолында. Осы 3 жолмен емделеді. Біздер өзіміздің қазіргі ұсынып отқан емдеу
протоколы деп айтайық, емдеу жолы деп айтайық. Иммунотерапия адамның ағзадағы иммундық қарсыласу күшін арттыру арқылы және қатерлі ісіктің клеткаларының өсуіне жол бермеу. Екінші жол. Үшінші, организмге зиянкестік, әдетте токсин дейді, улау процестерін азайтып, соны организм шығарып жіберу жолында жұмыс жасап жатырмыз. Және ол сол жұмыстар жақсы нәтижелерде беріп жатыр. Көптеген адамдарға көмектесіп жатырық. Сол енді нақты адамдардан не бар ма сіздерге жаңағы айтып жатқан, міне жазылдым, денсаулығым жақсарып келе жатыр, или немесе түгел жазылып кеттім деген адамдардан енді менің байланыс бар ма? Өзімнің практикамды деп айтайын, нақты жазылып кеткен 3-4 адам бар. Енді олар енді атын атауға келісім бермейді. Ол себебі бұл әлеуметтік бір қатерлі ауру болғаннан кейін көбісі өзінің осы ауыратын жария қылғысы келмейді. Оны сіздер түсінікпен қараңыздар. Жақсарып келе жатқан қазіргі сәтте 3-4 адам бар, жақсы болып қалған, кәдімгідей бұрынғы жағдайынан көтеріліп, осы біздің істеген дәрілеріміздің арқасында сол себепші болып жақсы нәтижелер көрсетіп жатқан адамдар бар. Олар бөлінеді ғой, 4-3-2 басталу деген сияқты. Иә, онкологияның түрі стадияға бөлінеді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші стадия дейді. Жаңағы даму кезеңдері. Енді раковый аурудың өзінің түсінігі былай. Ол денедегі, ағзадағы бір қатерлі ісік пайда болса, ол организмге бағынбайды. Ол өз бетімен тез арада өсіп, клеткалар бөлініп, өсіп, адамның организм зиян келді. Ең ақыр аяғында емделмесе, өлімге алып келеді. Қатерлі. Сондай бір оның қатерлігі осында. Бұл социалдық тақырыпты айтып болады. Бұл көптеген отбасылардың анасынан, әкесінен айырылып қалып, қазір енді бұның жасы да төмендеп кетті. Бұрынғы ертеректе жас балалар ауырмайтын болса, қазір 2 жас, 3 жас өздерін күнделікті әлеуметтік желіде көріп жатсыңдар. Сондай қатты ауруларға душар болып жатыр. Енді осы жері оның қауіптілігі. Есіңізде болса, біз алдыңғы подкастымызда Асқарға 2023-те нақты есептің жаңағы қанша Қазақстанда ауыратын адамның есебін айтқан болатынбыз. Қазір содан өте көп мерзімде өскен. Қазір 24-тің есебі бойынша 231.019 адам дейді, осы аурумен ауырады екен. Соның 2600-і жас балалар дейді. Сонда алдында бізде қанша болды есеп бойынша? 2023 жылы 218.000 адам болды. Бір жылда 13.000 адамға өскен. Енді ол біздің жаңағы дәрігерлеріміздің нақты қажырлы еңбегінің арқасында осындай халықтың арасы скрининг жасап, зерттеу жасап анықталып отыр. Енді кейбір мәселелерді өздер білесіздер, кейбір адамдар ауырса да өздері дәрігерлерге жүгінбейді. Жаңа осы қатерлі ісік диагнозын естуге қорқады көбінесе, бармайды да сол себептен. Енді ол жаңа соңғы статистика мәліметі бойынша осында есептеп тұрмыз. Енді бұл өте адамға қорқынышты есеп. Енді жылма-жыл өсіп бара жатыр, прогрессі бар бұның. Соның ішінде жаңа айтып тұрғанда 2600 жас сәби балалар. Сонда бұл ауру біздер енді ойлаймыз ғой, енді үлкен адамдарда ғана болады. Ауру жаңағы ауру астан дейді қазақ. Сонда бұл сәби балаларда болса, басы қайдан басталады? Неден пайда болады бұл? Енді қазіргі таңда енді айттым ғой, бұл аурудың себебін өте көп факторларды айтып жатыр. Радиациядан бастайды, тамақтану, сосын жұқпалы аурулар, туған кезде ата-ананың кезінде, сәби кезінде іштен туғанда ауру болып туатын балалар бар. Сосын жаңағыдай бір жұқпалы аурулар есебінен. Мысалға, соңғы зерттеулер бойынша, өзіміздің бақылауларымыз бойынша, қандай да бір орган жарақат алса, сол жерге вирус, қандай да бір зиянды бактериялар орын теуіп, сол жерде олар өсе бастайды, сол органдағы клеткаларды онкологиялық клеткаға айналдырып жібереді. Оны біз тағы да дәлелдеп көрдік. Сол жерде олар өсіп, өніп, сол жерде үлкен колония құрады. Колонияны білесіздер, енді мыңдаған, миллиондаған клеткалар онкоклетка айналады да, олар
сол жер толғаннан кейін басқа органдарға көше бастайды. Оны метастаза дейді. Оны көп адамдар біледі. Метастаза мысалға қазір халықтың арасында көп тараған қылтамақ ауру, өңеш ауруын айтсақ, сонда көбінің себебі сұраймыз ғой, жаңа ауырған адам деп. Не себептен пайда болды? Қандай бір көбісі айтады, мен ыстық шай ішіп күйдіріп алдым, бір дәрі ішкеннен кейін пайда болды дейді. Сол өңеште бір жарақат пайда болса, сол жерге вирустық инфекция түседі де, соның жаңағыдай жазылмайтын қатерлі ісікке айналдыруына жол ашып береді. Соны адамдар мән бермейді. Мысалға қандай да бір онкологиялық орталықтарға, дәрігерге барсаң, бірінші, екінші стадиясында болса, оның жазылып кету жолы өте оңай, тез жазылып кетеді. Біздерде өзіміздің немқұрайлылығымыз ба, қалай деп айтады, үшінші, төртінші стадияға дейін жіберіп аламыз. Ол уже 3 пен 4-ке кетсе, оның жолы қиындау. Дегенмен де оның емдейтін жолдары бар. Жаңа міне өзің айтып отқан үміт деп айттық қой, бұл жаңағы майқара жусан, біздің осы алдында подкастта да айттық, 4 жылдық еңбегіміз, Қазақстанда барлық жусан түрлерін қамтуға тырыстық. Соның ішінен бір тапқанымыз осы майқара жусан. Ол ішуге өте ыңғайлы, адамға пайдалы. Жаңағы ғылымдардың, зерттеулердің көбінесе жусанға басқа ғалымдар көп противопоказания, қарама қайшылық айтады. Бірақ біз соның жойып, адамға пайдалы және қарама қайшылық теріс әсерлері жоқ түрін таптық. Оны мысалға бір жолын айтып өтейін. Мысалға асқазан жара аурулары, гастрит қандай да бір болса, жусанды ішпеңдер дейді. Біздерде көптеген адамдарда қазір нәтиже бар. Сол именно асқазанның ойық язва, ойық жара дейді ғой, соны емделіп кетіп жатыр осы шайдың ішу себебінен. Енді біз маман есебінде кеңес береміз. Бұл жаңа біз шай қылып шығаруымыз да сол. Кімдеген осыны пайдаланып қолданғысы келсе, өзінің дәрігермен бірінші кеңес алу керек. Содан кейін бізге жүгінсе, біз оны толық қалай ішу керек, пайдалану керек айтып береміз. Жаңа енді онкология тақырыбына қайттан көшейік. Мысалға, мен маман есебінде мен қатты толғандырады. 231 мың адам, бір жылда 13 мың адам өсті. Алда болашақта жағдайымыз қалай болады, сол қатты қиналдырады. Соның алдын алуға бола ма деген тақырыпта біз жұмыс істей бастадық. Мысалға, майқара жусанның ішінде өте бір мықты белсенді заттар бар, қоспалар, табиғи. Оны арглобин, артемизин деп айтады, және ғылыми түрлері бар. Солар мына обыр ауруын алдын алады. Осыны ішіп жүрген адам, ауырмай ішіп жүрген адам, ол өмір бойы қатерлі ісік, рак ауруын білмей өтіп кетеді. Оған біз дәлеліміз де бар. Себебі жаңа айттым ғой, рак ауруын шығу себебінің бірі организмде қандай бір жарақат, кесел пайда болса, сол жерге инфекция түседі. Оның жаңағы басқарусыз, былайша айтқанда, неуправляемый процесске айналдырып жібереді. Организм өзіне өзі қарсы жаңа онколог клеткалар шығарып, ақыр аяғында кесел, ауыр кеселге, тіпті өлімге дейін апаратын жағдайлар көп. Соның енді бізді көп зерттеулер арқасында осы аурумен өзіміздің жергілікті қазақ халқының представительдер дейміз, сонда қазақ халқының арасында өте кең етек жайып кетті. Бұл жерде мен қорқынышты әңгіме емес, енді өзіміздің күнделікті бақылаулардан көріп жатыр. Сосын жаңа жас айырмашылығы, бұрын біздің бала кезімізде үлкен кісілер ауыратын естейтінбіз. Қазір енді өзіміз және сирек естейтінбіз, мыңнан бір кездесетін. Қазір енді Қазақстанның көп отбасының басын үлкен проблемасы. Жаңа біреудің баласы қайтыс болып кетіп жатыр. Ата-анасы, қызы, ұлы, сосын халық емдеу үшін өзінің жинаған дүние мүлкін бәрін сарып етіп, шетел асып, ояққа барып нәтиже көре алмай, ел арасында жылу жинау мәселесі өткенде де айттық. Ол өте өзекті мәселе. Біздің экономикамызға да ауыр болады. Жалпы осы аурудың алдын алуға бола ма деген сұрақты біздер өзімізге көп қойып, осы майқара жусан үміт деп шығардық атын. Осы шайды қолданып жүрсеңіздер, ауырмауға себепші болады. Себепші ауырмау. Себепші болады. Осыны қолданып жүрсеңіздер, емдейді алады. Емдейді. Бұл бастаңғы стадияларында, 1-2-де. Ол ауыр формасына айналып кетсе, мен маман есебінде маған хабарласуларыңыз болады. Мен басқа жолдарын айтам. Қазір осы жерде бір келесі сұрақтарыңызда жолын айтып берем.
ол жерде ол басқа дәрілік өнімдер Аха. қолдану керек болады. Ол уже ауырлап кеткен. Ауырлап кеткен түрінде. Енді Асқар аға, білесіз ғой, мен сіздің жақыныңызбын, бір жағынан бауырыңызбын, және осы үміт шипалы шөп шайының дамуына өзіңізге жаныңда болып көмектесуге дайынмын. Жақында бір адам звондады маған, да өзіңіз ақылдаса келе осы подкаст түсіріп жатыр ғой. Сол бір Құлсары қаласынан бір абай звондады және айтқаны, балам, мен осы қатерлі ісік ауруының 4-ші стадиясымен ауырамын деді. Және осы больницадан шығар кезімде маған врачым айтты: апа, ештеңе айта алмаймын, тек бір-ақ нәрсе айтамын: жусанды шай қылып қайнатып іше беріңіз деп айтты дейді. Үйге келіп ютубты қосқан кезімде сіздердің подкасттарыңыз болып жатыр екен, маған Құдай берді деп сізге шығып жатырмын, маған бір курсын беріп жіберіңіз деп, ешқандай басқа сұрақсыз осыны бізден алған болатын. Маған да сол қатты сенімділік берді. Және осыны неге ашығырақ айтпасқа деп өзіңізбен де ақылдасып келдім ғой. Енді осы жөнінде не айтасыз? Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, келесі сұрақтарына жауап беремін деп. Созбай әрмен қарай жалғастыра берейік. 3-4-ші стадияға ауырған адамдарға қандай жол, оның аты қалай болады, әлде аты қойылған жоқ па, оған қалай көмектесеміз? Өйткені үміт артып отқан бізде әлем демей-ақ қояйық, Қазақстанның өзіне қаншама адамдар бар, қаншама звоноктар болып жатыр ғой. Солардың барлығы естіп көріп шықса деймін да, емделсе деймін. Енді үмітін үзбесе деймін. осы майқара жусанның ішінде жаңа айттым ғой, белсенді эфирлік майлар қоспалары бар. Аттарын аттым: артемизин, арглобин деп айтады. Оның әлемде шетелдің озық технологиясы бар ғалымдары, онколог ғалымдары осы жусанды қатты зерттеуге алды соңғы жылдары. Жусанның ішінде қандай зат бар, қандай тоқтатады деген. Бұл енді біздің қазақ халық медицинасы бойынша ежелден бері обыр ауруы туралы әңгімелермен алдында да айтып өттім. Осы жусанмен емделу жолдарын білген. Біздер соны шынымен айтсақ қайттан жаңғырттық. Енді соны былай жай ауызекі әдебиет есебінде емес, ғылыми түрде дәлелдеп бере аламыз. Қазір жаңа айттым ғой, 3 жол емдеу, жаңағы кәдімгі медицина саласы 3 жолмен емдейтін болса, біздер қазір соңғы енгізіп жатқан иммунотерапия, адамның өзінің ішкі қарсыласу күшін арттыру, және рак жасушаларының өспеуі, өлуі және оған әкелген зияндарын организмнен, ағзадан тездетіп шығарып жіберу, детокс деп айтамыз. Мысалға қазіргі әлемде мындай бір түсінік тарады: фераптоз деген. Фераптоз деген сөз тікелей аудармасы темірмен өлтіру, убить железом дейді. Феро это темір, тоз деген сол өлтіру, емдеу. Енді бұл осы сұрақ мені қатты толғандырып, мен зерттей бастаған кезде, өздеріңіз білесіңдер, біздер мұсылман, қазақ мұсылман ежелден, сонда Құраннан да бір жауабын алдық. Ол маған өте сенім берді. Себебі қасиетті Құран біз үшін бірінші шипа. Құранда шипа бар. Құранның аяттарының, сүрелерін қазір әлемде 7-8% қана шешімін тапқан, шешкен. Қалғаны мысалы 93% әлі біз үшін жұмбақ, әлі зерттейтін заман. Сол Құранның қақ ортасында, міне сізге айтып берейін, Құранда 114 сүре болса, соның 57-ші сүресі хадид деп аталады. Хадид деген аудармасы темір деген сөз. Араб тілін аударғанда темір деген сөз. Сол Құранның өзі 56-57 аяттан тұраса, мысалға, соның енді Құран тәпсіршілер білетін шығар, менің өзімнің есебім, соның 25-ші аятында Алла тағала бізге былай дейді: бисмиллахир-рахманир-рахим, біз темірді жерге түсірдік дейді. Темірге ие болғандарда өте зор күш-қуат иесіне айналады дейді. Мысалға біз рак жасушаларын зерттей бастаған кезде, ең бірінші онколог дәрігерлерде менің ойымды құптайды. Себебі адамда қалай диагностика жасаған кезде адам ең бірінші анемия аурумен ауыра бастайды. Қанның құрам өзгеріп кетеді. Қанда лейкоцит, эритроцит, тромбоцит, гемоглобин бәрі төмен түсіп, қан жетіспеушілік, анемия деп айтады. Сол арқылы табады. Оны жеткізетін қанның да қызыл түсті болатын себебі ол біздің организмде темір керек. Рак клеткалар бізге айттық, бой бермей, өзімен өз бөлім зор күшке қуат болу себебі бірде бір элемент ол темір екен. Ол өзінің өсуіне
жаңағы ДНК деп айтамыз, сіздер бәріңіз енді жоғары білімді жаңағы қазіргі адамдар ДНК туралы түсінік біледі. ДНК ол деген жаңағы организмнің гендік информация беретін құрылымы. ДНК ол жаңағы келесі жаңағы этапқа өту үшін сол бөліне бастайды. Бір клетка бөліну үшін оған ДНК керек, ДНК-да информация керек. Сол ДНК-ның өсіп даму үшін ең бірінші керек элемент темір. Ол қараңыз, осы темірді рак клеткасы пайдаланып өсетін болса, біздерге осының өзі емдеу жолына бірінден бір подсказка дейді ғой, осыны көрсетіп тұр да, сол темірді оған жарамсыз қылуымыз керек. Мысалға, рак клеткасы организмде ең бірінші айттым ғой, анемияға ұшыратады, темір азайып кетеді. Сол темірдің көлемі түсіп кетеді. Мына жусан, темір көп. Жусанда жоқ, темір көп емес. Жусанның ішінде активті белсенді заттар, солар организмдегі темірді өздерінің бойына қосып алады. Раковый клетка бөлінетін синтездеуге келген кезде осы темірді олар қолданады. Yani темір оларды таниды ғой. Бірақ ол синтезге алынған жусанның ішінде арглобин қосылған темір олардың бөлінуіне жарамсыз болып қалады. То есть олардың жаңағы қолданған энергетикалық күш алатын элементі олар үшін жарамсыз. Олар қолдана бергенмен өспей қалады, бөлінбей бастайды. Сосын жусанның ішінде тағы бір жаңағы антибактериальный, антивирусный, противогрипп көп қасиеттер бар. Солар жаңағы рактың пайда болуына себепші болған инфекциялық ауруларды жоя бастайды. Бұл жан-жақты комплекс түрде емдей бастайды. Мысалға, айтып өттім ғой, 3-4 стадия өсіп, қандай да бір орган зиян шегіп, адам уже қатты қиналып, рак ауру енді өте қатерлі, көріп жүрсіздер, адамдар азып кетеді, салмағы жоғалады, тамаққа тәбеті болмайды, көптеген оның кесірлі жақтары көп. Бір орган емес, бірнеше органды құрта бастайды. Мысалға, қазір қазақ халқының арасында дейін, жалпы Қазақстан халқының арасында ең көп тараған қатерлі ісіктің 4-5 түрін айтып өтейін. Соның бірінші орындарда тұратын жаңағы қылтамақ, өңештің ауруы, екінші өкпе рагы, өкпе қатерлі ісік өте көп. Сосын жаңағы ер адамдарда жиі кездеседі тікішек. Тікішектен білесіздер, енді орысша прямая кишка дейді, сонда. Сосын әйел адамдарда кеуде, жаңағы кеудесінің омыраудан, сосын жаңағы әйелдің ішкі органдары өздерінің жаңағы жатыры өте көп тарап кеткен. Енді осы 4-5-ін атап өтейік. Соның барлығы не себептен десе, ең бірінші себептер, мысалға тікішекті айтайық, прямой кишка дейді. Соның бірінші себебі адам геморроймен ауырады, геморрой, көтеу дейді ғой. Сонымен ауырып мән бермей жүр, сол жер қанайды, жара қайналады, сол жер жүреді, ол жер лас жер ғой. Сол жер инфекция түседі, соңында емделмесе, жаңағыдай хирургиялық алып кесіп алып тастамаса, емделмесе, ол түбінде қатерлі ісікке айналуына себепші болады. Қылтамақты да айтып өттік, өкпеде солай. Мысалға, туберкулез бар, плеврит бар, бронхит, пневмония, неше түрлі өкпе ауруларын уақытылы емделмесе, соңында осы өкпе рагын алып келеді. Рак тағы бір адам сүйектеріне түсе бастайды. Сосын тағы бір енді бір өте қатерлі, қазір халықтың арасында қорқынышты деп айтайық, аққан лейкемия. Ол адам лейкемия ауру өте ауыр, емделуге де қиын. Жазылмайтын аурулардың категориясына да апарып тіркеп қойған. Оның бірден бір себебі, мына ол да тағы да осы жерде Құранға жүгініп өтейік. Біз сендерді сүйектен жинап алып тұрғызамыз деген аяттары бар. Сонда мына адамның құйымшақ сүйегі. Сол жерде ең бірінші қанды кровотворный система, қанды жасау система сол жерден басталады. Адамның информация, ДНК деймін, сол жерден басталады. Сол жерде бір қандай да бір бұзылу болса, функциональный қатерлі ісіктің басталу себебін алып келеді. Омыртқада бір жаңағыдай зақым болса, адам көп қойын құлайды, омыртқасына құйрығымен, құйымшақпен дұрыс құлап бір зақым алса, осы аққан ауруының бірден бір себебі айта алмаймын, бірақ негізгі себебі бірі осы. Сол себептен кімде бір сондай лейкемия кеселі дерті болса, ең бірінші осы жерлерге мән берсін. Себебі бұнда жаңағы бір мамандар бар, біздер өзіміздің курстастарымыз бар, жаңағы өткенде де айтып өттім.
менің досым әрі группаласым Нұртай Бақытбек осы лейкемия қандай да бір ісік ауруларына кешенді түрде зерттеулер жүргізіп жатыр өзінің практика есебінде. Сонда мысалға адамның миында нерв жүйесі жаңағыдай сигналдар алып келеді. Мысалы қай жерде бір ауыратын болса, адамның миына сигнал береді, осы жерде дерт бар деп, адамның өзінің иммундық клеткалар сол жерге көмекке барып жаңағыдай дертті жояды. Бұл жерде неге бұл басталып кетеді десе, жаңағыдай обратный связь дейді ғой, келесі қарама қарсы байланыс үзіледі. Жаңа бір сол жүйеде құйымшақта жаңағыдай бір дерт болса, сигнал келіп тұр, ауру екен, бірақ миға сол жетпейді, именно қай жер ауыратын. Сол бұзылу басталып, қанның сосын клеткалар толық дамымай өте береді. Мысалға лейкоцит қолына қызыл болып шықпаса, ол жерде дұрыс шықпайды. Лейкоцит толық қанды дамымаған, эритроцит, тромбоцит, сондай бір қанда бір үлкен орган деп айтады. Сол органның бұзылуына келеді, соңында осылай лейкемия ауруына келуіне себепші болады. Сол себептен тағы да айтайын, фераптозды айтып өттік, темірмен өлтіру. Соны қолдау үшін, сол процесті белсенді түрде жүргізу үшін осы біздің майқара жусанды қолдансаңыз жақсы нәтижелер беріп жатыр. Енді ол біздің бір ең бірінші Алла разылығы деп айтамыз. Екінші бізге жаңа қорқынышты статистика, соны бір азайтсақ деген арманымыз. Осы халық жаппай қолданысқа алып өздері іше бастаса, осы шайды Алла қаласа 4-5 жыл, мүмкін 10 жылда осы рактың дамуына бір тоқтатуға бір себепші боламыз деп үміттіміз. Осы шайдың да атын үміт деп қоюымыз, өздеріңіз білесіздер, жан-жақты іздестірді. Сіздердің достарыңыз осындай бір бізге ақыл кеңес бер, үміт деп қойдық. Осыны ішіңіздер, қолданыңыздар, кеңес береміз. Қатерлі ісіктің алдын алуға өте үлкен себепші болады. Мен ойлаймын, осы соңғы сөзіңіз қаншама адамдар осы ауруды естіген кезде өздері үмітсізденіп қалады ғой. Өйткені көптеген адамдармен әңгімелескен кезде осы сен қатерлі ісік ауруына шалдықтың деген кезде көбісі өзін жіберіп қояды. Сол адамдарға қандай психологиялық түрде қолдау керек? Ең бірінші, құрметті көрермендер, құрметті қазақ халқы, енді біздер қазақ аудиториясына анықтамай беріп жатырық қой. Бізде тағы да енді айтады, бір хадис бар. Қандай да бір дерт болса, оның міндетті түрде шипасы, емі бар. Соған сеніңіздер. Нақты хадис бар осындай. Нақты хадис бар. Ол хадисті айтылған, қандай да бір Алла тағала бір дертті жіберсе, оның шипасында міндетті түрде жібереді. Мысалға сіздерде, енді Алла одан сақтасын бәрімізді, қатерлі ісік деген сондай бір диагноз қойылып жатса, ешқандай қорықпаңыздар, емделеді ол. Себебі оның жолдары бар. Сол үшін де біздер осы біраз мамандар осыған тер төгіп еңбектеніп жатырмыз. Өзіміздің қаражатымызды, уақытымызды, білімімізді осы жолына сарп етіп жұмсап жатырық. Бізге болған ешқандай да бір адамдардың несін тарапынан ешқандай көмек жоқ. Ешкімге біз ақша да сұрап, қаржылай сұрап жатқан жоқ. Өзіміздің адал еңбегімізді осы халқымызға бір пайдамыз тисін. Осы аурудың алдын алуға бір себепші болайық. Себебі біздің денсаулық сақтау министрлігі көптеген қаражат болып осы жолда күресіп жатыр. Соларға бір көмекші болайық деген. Солардың ауруына біз де өзіміздің көмегіміз тигізейік. Себебі қазақта мұндай сөз бар, жұмыла көтерген жүк жеңіл деген. Біз жаңағыдай бірін-біріміз жамандамауымыз керек. Дәрігерлер де олар өздерінің алған білімдерін аямай осы жолда сарп етіп күресіп жатыр. Біз де өз тарапымыздан осы медициналық жоғары біліміміз болған себебінен, фармацевтикалық соның ішінде дәрі жасау маманы болғаннан кейін осы дәріні іздеп шықтық. Аллаға шүкір, былтыр осының нәтижесін көріп, жайлап шығара бастадық. Бұл дайындау жолы өте қиын, ауыр процесс. Бұны мысалға қандай да бір дәрілік препарат шығатын болса, оны 4-5 жыл зерттейді, жаңағыдай лабораторияда тышқандарға салады, морская свинка дейді, бір нәрселерге зерттеп, қандай әсері барын зерттейтін болса, біз енді өзіміз қазақ халқы жаңа адал жолмен жүрейік деп, өзіміздің
төрттілігіміз қой және жылқылармен зерттеп көрдік, солар емдеу арқылы. Солар қайындай өсімдік жейді, жусанның қандай түрін жейді, қай уақытта жейді, соның бәрін бақылап түнімен ұйықтамаған талай таңды күтіп, осылардың артынан жүрген түндеріміз бар. Енді ол қазір бізге өтіп кеткен тарих, дегенмен де мен үшін өте қызық болды. Сол біздің қасиетті тұлпарларымыз деп айтамыз ғой, жылқы енді қазақ үшін өте бір маңызды жануар. Сол жылқы малы осы майғара жусанның табылуына себепші болған бірден бір жануар. Өздері ауырған кезде осыны жейді екен. Қандай жануар дедіңіз? Жылқылар. Сосын қойлар солай. Қой енді біздің сүйікті малымыз ғой. Былтыр бір алдыңғы жыл бір оқиға болды, сол февраль айында, ақпан айында қойлар бәрі ауырып, жаңа түсік тастап, қотырланып неткен кезде біз өзіміздің жинаған жусанымызды бір апта бойы, 7 күн бойы беріп, қойлар толықтай жазылып шықты. Ол да бізге үміт ұялады. Адамдарға берудің алдында біз осылай өзіміздің төрт түлік малымызға беріп, сынама өткіздік. Ол да біз сіздерге бір қызықты информация болсын деп айтып жатырмыз. Сосын адамдар да қазір енді осы шай шыққалы мыңдаған адамдардан жақсы рахмет, алғыс лебіздерін алып жатыр. Бүгін мысалға, бүгін ғана осы подкастқа келердің алдында Алматыдан бір бауырымыз 26 жыл бойы жөтел, ешқандай ем таба алмаған, көптеген ауруханаларға жаттым, емделдім деп, сол маған осы жаздың ортасында хабарласқанда мен оған өзімше бір диагноз емес, енді айттым, енді сенікі бір организмде бір паразит есебінен сондай бір жөтел кетпейтін. Осыны ішіп көрді. Сол бүгін міне жазды, толықтай жазылдым. 26 жыл бойы демала алмай ентігіп жөтеліп жүредім. Бүгін міне соңғы курсын ішіп бітіріп, сол жөтелден айығып сізге алғысымыз айтып отырық дейді. Тағы бір ауруды айтып кетемін. Мысалға красная волчанка деген ауру бар. Ол әлемдегі ең қатерлі аурулардың біріне жатады. Емі өте ауыр, емделмей кетіп жатқан адамдар да көп. Оны қазақша қасқыр жегі дейді. Системалық қасқыр жегі, системная красная волчанка, ол аутоиммундық ауру. Өзінің организм, өзінің сау клеткаларын жою арқылы. Себебі оны қасқыр жегі деп айтатын адам, оның сырт белгілері мынандай. Сыртында қасқыр талағандай болып қалады адам. Қызарып, денелерінің бәрі жараланып, оның тағы қатерлі несі ішкі органдарды құртады. Өкпе, бауыр, бүйрек, шек қарын бәрін жара шығып кетеді. Өте қиын ауру. Емделу жолы да қиын. Соны бір бауырларымыз хабарласқанда, енді мен де оны бір тап, осыдан бірақ мен оған ақыл кеңес бердім. Жусан, осы біздің майғара жусан, және тағы бір қазақтың бір тамыры бар, оны келесіне де айтармын. Сол екеуін қолдану арқылы саған жеңілдік болуы мүмкін. Осыны іш деп кеңес бердім. Ол енді бір қанша ішкен білмеймін, мен 4-5 ай ма, 5-6 айдың көлемінде қолданды. Өзіне басқа да емдерін жасады, оны жасыратын жоқ. Бірақ ол жаңа гормональный препараттарды қабылдамаймын деп басынан көздері шешім қабылдаған, синтетикалық дәрілермен емдейді, таза табиғи дәрілермен деп. Сол ол да жақында, mesela 10 шақты күннің көлемінде жаңағы науқастың жолдасы хабарласты, Астанаға барып, жаңа красный волчанкіден толық құтылдыңдар, емделдіңдер деген сондай қуанышты хабар. Мен өзім емделгенде қатты қуандым, себебі әлемдегі ең өте сирек кездесетін аурулардың бірі. Осы ауруға жусанның себепші болғанына қуандым. Мен үшін өте бір үлкен хабар, қуанышты хабар. Андай сұрақта, сіз ол кісіге енді 100% сенім түрде айтқан жоқсыз ғой, осындай шөпті қосып ішсеңіз мүмкін дейді. Сонда ол пайда бермесе, зиян бермейтін толық түсініп тұрсыз ба? Иә. Себебі, мысалы, майғара жусанның емдік қасиеті, айттым алдында, потенциалы өте зор. Ол жаңа аурудың көбісі неге аутоиммунный аурулардың бірінші себепші организмде өзінің қалқанша щитовидный железа дейді, қалқанша бездің функциясының дұрыс нашарлауы, дұрыс жұмыс істемеу себебінен организм өзіне өзі қарсы жұмыс істеп кетуінің мен үшін, мен как дәрігер есебінде айтайын, сол қалқанша бездің жұмысының бұзылуының себебі. Мынау жусан, майғара жусан ішіндегі белсенді заттар сол қалқанша бездің функциясын толықтай орнына келтіреді. Барлық организм айтын көптеген бездер бар, солардың жұмысын жақсартады. Жаңа екінші айтқан тамыр, ол қанды құрамын өзгертіп, қанның құрамы өзгеріп, толықтан барлық қандағы клеткалар өзінің
нормативті қалпына келе бастайды. Жаңағы ішкі органдар тазалайды. Соның себебінен деп мен өзімнің ішке түйінім осы красный волчанка жеуге себепші болған осы екеуі деп ойлаймын. Басқаша менің өзімнің ішкі пайымым, дәрігерлік бақылауларым, өмірлік тәжірибем бойынша осы екеуі оның жазылуына себепші болды. Соған енді қандай да бір құрметті халқым сондай бір аурулар болып жатса хабарласыңыздар. Біздер енді ақыл кеңесімізді аямаймыз, тегін береміз ақыл кеңес. Біздер ешқашан жаңа консультацияға ақша, қаражат сұрап көрген адам емеспіз. Біздің отбасымызбен жаңа білесің, отбасымызбен түгел фармацевт, жоғары білімдіміз. Менің қыздарым болсын, жаңа жұбайым болсын, бәрі сіздерге күндіз түні демей ақ қойын, жыл бойына ақыл кеңес тегін береміз. Хабарласыңыздар. Көп рахмет Асқар аға, өте жақсы пайдалы нәрселер айтып жатсыз. Сонда түйіндей келе қатерлі ісік ауруы емделеді. Міндетті түрде ол емделеді. Себебі жаңа біздер айттық қой, енді біз енді өзіміз Құранмен хадиспен келтіргендіктен біз оған 100% сенімдіміз. Қандай да бір ауру болса, оның міндетті түрде шипасы. Жаңа біздер красный волчанка қасқыр жеген айтуымда себеп осы. Мысалы көптеген дәрігерлер осыған келген жазылмай, емін таба алмай жүрсе, міне Алланың қалауымен бір адам болса да жазылды. Бұл мен үшін өте қуаныш. Жаңа бір хадисте айтады, кім дейді, бір адамның дертінен айыру жазылуына себепші болса, ол бүкіл адамзаттың жазылуына себепші болуына сауап жазылады дейді. Осы жерде тағы бір айтып өтейін. Ислам ғұламалары, ғалымдар айтады, ұстаз болудан кейінгі ең үлкен сауабы мол мамандық әлемде ол дәрігер болу дейді, дәрі жасау дейді. Ол мен үшін естіген кезде мен үшін үлкен бір мотивация болды. Тағы да неше түрлі дәрілер ойлап тауып біліміз жұмсауымызға мотивация болды. Сол мен енді обыр ауруы жаңа Ерлан өзің сұрақ қойып жатыр, емделеді, оған ешқандай күмәнсіз, күмәнданбаңыздар. Енді ол ең бірінші мәселе жаңағы стадиясының өсіп кетпеуі. Сол себептен жаңа айтып жатыр ғой, кім деген қатерлі ісікпен ауырғысы келмесе, қазір гриппке, қандай бір тұмауға бір вакцина жасаймыз ғой, мына майқара жусан шайын ішіп жүрсең, сол вакцина алдын алады. Бұл жаңағы соғыстағы жауынгер бар ғой, алдыңғы шепте тұратын жауынгер сияқты. Мына келе жатқан бәлені, қатерлі ісіктің онкологиялық клеткаларын ені даму үшін жойып жібереді. Мүмкін сіз өмір бойы қатерлі ісікпен ауырмай өтесіз, сіз білмей қалуыңыз. Тағдырыңызда мүмкін жазылып тұрған шығар, сондай ауру. Бірақ мынаны пайдалану себебінен ауырмай өтуіңіз мүмкін. Себебі ол біз мұсылман болған тағдырға сенеміз. Тағдырды өзгертуге бола ма деп сұрақ қойғанда болады деген. Адамның жаңа өзінің дұғасына байланысты, істеген амалына байланысты тағдыр да өзгереді. Осы да бір жақсы амалдардан. Себебі біз бұл дәріні істеу кезінде таза дәретпен, ғұсыл құйынып, адал ниетпен ішімізден дұғамызды айтып сөйтіп жасаймыз. Шынымен біздің бала шағамыз бұны біз қолмен жинап, қолмен жасаймыз. Біз бұл жерде ешқандай автоматика, жаңағыдай механикалық еш нәрсе қоспаймыз. Өте ауыр, бірақ дегенмен де біз атын үміт деп қойғаннан кейін халқымызға бір зор үміт сыйлайық деген мақсатта шығарған өнім. Алла разы болсын. Және де биыл қажылықта болдыңыз. Сол қажылықта да Арафада қаншама өзіңіз де басқа да үлкен білікті тәжірибелі ұстаздарға, қаншама қажыларға дұға қылдырдыңыз. Әрине. Ол жақтағы дұғалар қайтарылмайды. Енді ол рас, енді мен үлкен қажылықтарда болып жүрмін ғой. Биыл соңғы қажылығымда Арафада тұрғанда осы Қазақстанға белгілі үлкен ұстаздарға, қажыларға дұға жасаттық. Алла тағала осы қатерлі ісікті жеңуге бізге бір көмектес, жолын айт деп. Себебі құдси хадис дейді, ол енді Алла тағала тарапынан түскен хадис, пайғамбарымыз айтқан, ол енді сол хадисте айтады. Арафа күні кім дұға қылатын болса, оның дұғасы қайтарылмайды дейді, орындалады дейді. Біз сондай зор сеніммен дұға қылдық. Алла қаласа осы аурудыға жеңуге осы дұғамыз Алла орындайды деп сенімдіміз. Осы мүмкін 10 жылдан кейін аман болсақ, бұл аурудың бетін алып, жеңіп, азайтып, басқа да бір осындай подкаст сурет шығарымыз деп ойда, мен соған да дұға қылып отырмын. Жеңейік иншалла. Алла сол күнге жеткізсін. Ең бірінші, құрметті халқым, сіздерді атсалысуыңыз керек. Зор сеніммен қарап, өздеріңіз ауырғыларыңыз келмесе, жаңа қазақтың сөзі бар ғой, ауырмайтын жол. Ауырмайтын жолдың бірден бірі осы. Қатерлі ісіктің алдын алғыларың келсе, осы шайды қолданыңыздар.
көп қиын емес, дайындау да оңай. Біздің мамандар күндіз түні ақыл кеңесін береді, қалайдан жеткізу барлық процестерді біз реттеп қойғанбыз. Қазақстан бойынша жеткізіліп жатыр. Қазір шыққан кезде біз тегін жеткізіп беріп жатырмыз, халыққа жетсін деп. Бұл сосын тағы да айтайын, бұл өте аз көлемде жиналады, бәріңе бірде жетпей қалуы мүмкін. Қолмен жинап, қолмен дайындалғаннан кейін, мысалға 231 мың адамның бәріне жетпейді ол. Сол себептен кім өзінің денсаулығына қатты мән беретін болса, көңіл бөлетін болса, бізбен жедел түрде хабарласып, ақыл кеңес алыңыздар. Және бір нәрсені айтып кету керек деп ойлаймын аға. Негізі өзіңіздің айтқаныңыз дұрысырақ болады. Қазіргі таңда көптеген ауруларды дәрілер мысалға ішкен кезде тез жазылып кетеді. Бұны да кейбір адамдар ойлап қалуы мүмкін, іштік жазыламыз деп. Сондықтан аурудың несіне байланысты, деңгейіне байланысты ұзақ мерзімде ішу керек болады. Басталған ауруларға немесе ауырмай жүріп те алдын ала ішкен адамдар ауырмайды деген сияқты мәселелерді. Кейбір адамдар бірнеше курс ішу керек болады. Осының барлығын негізі қысқаша айтып кетсеңіз. Тағы да түсіндіріп жіберейін. Біздер бұның үміт шипалы шайын 40 күн деп қойдық. Ол енді бірінші медициналық негіздері бар. Адамның организмдегі жасушалар, клеткалар 40 күнде толықтай алмасады. Ол бір. Екіншісі біздің асыл дінімізде де хадистер келеді. 40 күнде осындай бір организмде бір зиянды заттар болса, ол 40 күнде толықтай шығып кетеді деген. Қазақтың да өзінің сенім нанымында, әдет ғұрпымызда 40 күн деген мәселе бар. Барлық бізде той болсын, бала дүние келгенде болсын, қандай да бір салт 40 күн деген ол жайдан жай айтылған зат емес. Сол бірінші бір қандай да бір жеңіл желпі дерттер болса 40 күн ішіңіздер. Ауыр түрі, жаңағыдай созылмалы түрі болса, жаңа бізбен ақыл кеңесі 3-4 рет қайталауға болады. Бірақ та міндетті түрде бұл көмектеседі, соған сенімдіміз. Көптеген жаңағы адамдардың арасынан бізге алғыс хаттар келіп жатыр, оның бәрін айтуға эфирде уақытымыз аз, жеке кездескен айтып бере аламыз. Және Instagram парақшаны белгілеп кетеміз, сол жақта сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Асқар аға, пайдалы және ашық сұхбатыңызға үлкен рахмет. Ойлаймын, осы тыңдап отқан, көріп отқан халыққа сіздің айтқан пайдалы ақпараттарыңыздан өздеріне жақсы нәтиже алып, хабарласып, осы үміт шипалы шөп шайын ішіп, ауырған адамдар жазылып, сау адамдар әрмен қарай ауырмай өмірлерін жақсы қылып өткізеді деген ойдамыз. Және де осы подкастымызды көріп, пікірлеріңізді жазып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет Ерлан саған. Енді айтайын, біздер әрқашанда сіздер үшін дұғадамыз. Құрметті халқым, ауырмаңыздар. Қатерлі ісікті бәріміз бірге жеңуге ұмтыламыз. Әрине Алла тағала бізге осының емделу жолын көрсетіп жатыр. Бірге бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қатерлі ісікке қарсы күресейік. Сіздер бізді қолдаңыздар. Сіздердің қолдауыңыз бізге зор мотивация, күш-қуат береді. Рахмет сіздерге. Ерлан саған да рахмет. Алла разы болсын. Осындай халыққа кішкентай да болса бір қызмет көрсетіп жатсың. Бұл пайдалы ақпаратты естіген адамдар бірін-біріңізбен бөлісіңіздер міндетті түрде.